Саламатсыздар ма оқушылар? Менің аты жөнім Әбдіқалықова Самғар Сайлаубайқызы. Ақтөбе облысы, Ақтөбе қаласындағы Новый орта мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қыз жібек жырындағы кейіпкерлер бейнесі. Сабағымызда шығармадағы эпизодтар мен бейнелерді салыстырамыз. Кейіпкерлер бейнесін оқиға желісімен байланыстыра отырып талдауды үйренеміз. Басты кейіпкеріміз қыз жібек сұлу, адал, ақылды, сезімтал жан. Оның сұлулығын ақ маңдайы жалпылдап, танадай көзі жарқылдап, оймақ ауыз құмар көзі ойнап жанып тұр, немесе белі нәзік талып тұр деген өлең жолдарынан оның ерекше сұлу екендігін байқадық. Оның адалдығын төлеген жол жүріп кеткен кездегі Бекежанға берген жауабынан аңғаруға болады. Арғында алты шекті алпыс сымырса, ізіне басып кеткен теңгермеймін деп төлегенді ерекше бағалайды. Жібектің ақылдылығын аузынан шыққан сөздері сары алтынның буындай деп өз ісіне, сөзіне жауап бере алатындай бір сөзді ұстамды кейіпкер екендігін байқадық. Жібек сезімтал қыз. Оның сезімталдығы төлеген жол жүргелі жатырғанда қыз жібек түс көреді. Ұйқыда ояна сала өзінің жеңгесін төлегенге аттандырады. Оны мен бүгін бір түс көрдім, түсімде жаман іс көрдім деген өлең жолдарынан байқай отырып, оның төлегенді қауіп қатерден қорғап сақтандырғысы келгенін байқадық. Жібек сонымен бірге пәк, таза, қазақ қыздарына тән бойында инабаттылық, ибалылықты байқаймыз. Көш бойында келе жатқанда өзіне бейтаныс жігіттің артынан қуып жетіп сөйлеспекші болған әрекетіне бетін жарқ еткізіп бір қарайды да күймеден шықпай қалады. Оған жауапты күймеде отырып береді. Бұл жердегі іс-әрекетінен оның ұстамдылығын байқаймыз. Тағы бір басты кейіпкеріміз Төлеген. Төлеген батыл, қайсар, жомарт, бауырмал жан. Оның батылдығын, қайсарлығын Төлеген Ақжайыққа жүрмек болды, Тәңірінің жазған ісін көрмек болды. Немесе жол көрмеген жас бала, тәуекел аула Құдай деп, әркімге Тәңірі пана деп, жайыққа кетіп барады деген өлең жолдарында жасөспірім жас баланың өзі білмейтін елге қайсарлықпен, батылдықпен, қалыңдығын іздеп сапар шеккен іс-әрекетінен байқадық. Төлеген жомарт жан. Оның жомарттығы әркімнің жақсы қызы бар болса, маған алып көрсетсе, қызын қаласам да, қаламасам да бір жорғадан беремін деп жарлық шақырады. Және осы уәдесінде тұрып, әрбір көрген қыз үшін бір жорғасынан ұсынады. Бұл жерде Төлегеннің жомарттығын байқап отырмыз. Сонымен бірге Төлеген бауырмал жан. Қу бауырын қия алмай, қайырылып келді қасына деген өлең жолында жол жүріп сапар шегіп бара жатқанда артында бауыры сансызбай жылап қалады. Соған шыдай алмай, қайырылып барып, бауырын жұбатып барып, қайтадан жолға шығады. Бұл жерде кейіпкеріміз бауырмалдығын көрсетеді. Жырдағы бұдан да басқа кейіпкерлеріміз бар. Төлегеннің әкесі Базарбай, Жібектің әкесі Сырлыбай, және Сырлыбайдың қасында жүрген екі жастың танысуына себепші болған кейіпкеріміз Қаршыға, жағымды кейіпкер ретінде танимыз. Жырдағы Шеге Төлегеннің досы, әнші, домбырашы жігіт. Екі жастың бір-бірімен қосылуына себепші болған кейіпкерлердің бірі. Тағы да бір кейіпкеріміз жағымсыз кейіпкер Бекежан. Жырда Бекежан Жібектің өзіне ғашық болады және Жібекті алмақшы болып әрекет етеді. Бірақ Жібек Төлегенді таңдайды. Бірінші бөлімнің соңында Бекежан қастандық жасап, Төлеген мен Жібекті айырмақшы болып, Төлегенді ту сыртынан жебемен атып өлтіреді. Сөйтіп қыз Жібекті өз алмақшы болды. Бірақ ол ойы жүзеге аспады. Іс-әрекеті әшкере болып, Жібекке қосыла алмады. Енді оқушылар, сіздерге мынандай тапсырма ұсынбақшымын. Жырдың сюжеттік желісіне байланысты оқиғаларды ретімен қойып, кейіпкерлерді анықтайсыздар. Берілген кестенің бірінші бағанына бөлімдердің атауын жазамыз, ал екінші бағанға сол бөлімдегі кейіпкерлерді теріп көшіреміз. Оқушылар, сіздерге мынандай үй тапсырмасын ұсынғым келіп отыр. Мына кестедегі бірінші бағандағы жырдан үзінді беріліп отыр. Осы үзіндімен таныса отырып, екінші бағанға кейіпкерлер осы іс-әрекеттер жасауда қандай мақсатта болды? Осыны өз сөздеріңізбен жазасыздар. Ал үшінші бағанға кейіпкерлердің іс-әрекетіне баға бересіздер. Демек, жасап отырған кейіпкердің іс-әрекеті дұрыс па, бұрыс па, сіз қалай ойлайсыз? Осыны өз ойыңызды үшінші бағанға жасасыз. Осымен оқушылар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыз.